Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл-күйлерің жақсы ма балалар? Менің алдымда қандай заттарды көріп тұрсыңдар балалар? Жапырақ пен асық. Енді ол заттарды ұстап көрейінші. Қайсысы жеңіл деп ойлайсыңдар? Әрине, жапырақ жеңіл ғой. Ал қайсысы ауыр деп ойлайсыңдар? Дұрыс, асық ауыр екен. Бұдан да басқа заттардың ауыр немесе жеңіл екенін тағы да ойын ойнау арқылы біліп аламыз. Мұқият назар аударайық. Не ауыр? Дұрыс, асқабақ ауыр. Не жеңіл? Әрине, балалар, жапырақ жеңіл ғой. Не жеңіл? Қарындаш жеңіл екен. Жарайсыңдар балалар. Не ауыр? Әрине, ішінде суы бар шелек ауыр екен ғой. Не жеңіл? Дұрыс, ойыншық жеңіл екен ғой. Қайсысы ауыр деп ойлайсыңдар? Дұрыс, көп кілті бар, я? Кілт ауыр екен. Не ауыр? Дұрыс, балға ауыр екен. Не жеңіл? Әрине, қауырсын жеңіл екен ғой. Ал мына жерде не ауыр? Дұрыс, тәтті нан ауыр екен. Ал бұл жерде не жеңіл? Кішік жеңіл ғой, я, сандықтан қарағанда. Жарайсыңдар балалар.